Саламатсыздар көрермендер. Бүгін мен сіздерге ақ жол тай-тай жасауды көрсетемін. Ол үшін бізге не керек? Фетр мата ақ түсінен қалыңын аламыз. 2 мм қалыңдығы. 2 мм қалыңдығы. Келесі мен қызға жасағандықтан мынандай күлгін түсті таңдап алдым. Бұл ең жұқа түрі осы керек болады. Содан кейін атласный лента дейді, 5 мм. Одан кейін мынандай жіп 1,5 метр ұзындығы, ақ жіп, тоқыма жіп 3 керек болады, 1,5 метрден, қарадан 2 керек болады. Сызғыш, 2 қайшы, қарындаш, желім, және пышақ. Енді қараңыздар, біз не істейміз? Компьютерден, принтердан мен не шығарып алдым? Мынандай табан, баланың табанын шығарып аласыздар. Жаңағы Google'дан следы малыша деп терсеңіз, осы сурет шығады, осыны шығарып алдым. Кейін мынандай оюды шығарып алдым. Бұл оюдың аты мойынқаз деп аталады. Осыны графикалық редактор пейнтқа салып, үлкейтіп, осылай жасап алдым да, қағазды шығарып алдым. Әріптер, тай-тай деген сөзді Times New Roman'да 500 шрифт номері 500-бен осының әріпті шығарып алдым. Содан кейін осы әріптерді қайшымен әрқайсысын кесеміздағы мына оюды және мына табанның суретін кесіп аламыздағы қайшымен қалың кесіп алдым мен бұлай қағазды. Көріңіздер? Кестімдағы бұл жұмсақ болғандықтан бұны мен қалың картон қағазға былайынан түсіріп алдым. Түсіне қойып сызған кезде жұқадан гөрі қалыңда ыңғайлы болсын деп мынаған қалың қағазға түсіріп алдым. Әріптерді де жұқа қағаздан қиып алдым да, мына не үшін сіздерге көрсету үшін тағы бір экземплярын шығардым, өзіме біреуін шығарып, мына кесіп алдым дағы, осыны қалың қағазға, картон қағазға бастырып қиып алдым, ыңғайлы болсын деп. Мынаумен жазғаннан гөрі мынаған ыңғайлы болсын деп. Мына өйстіп қиып алдым, табанды да мына қалың картонға қиып алдым. Әріптерді де. Енді осы әріптерді, мына оюды, мына табанды, мына біздің розовый матамызға, фетр матамызға қоямыздағы былайынан қарындашпен белгілеп, аккуратно, әдемі қылып, қайшымен кесіп аламын да, сіздерге тағы бір көрсетемін. Ал енді қараңыздар, мынандай оюдан, қазір мен жаңағы оюдан 10 тал кесіп алдым, 10 данасын. 1, 2, 3, 4, 5, 5-ін бер жаққа, 5-ін ар жаққа әріптерімді қойып алдым. Мына табанды қойған кезде оң аяғынан бастап қоясыздар, бала оң аяқтан бастап басу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына табанды былайынан кестіңіз ғой, бір түрін ғана былай аударып қоясыздар. Мұнда былай аударып, мынаған келгенде былай аударып. Мына жағына қойсаңыз былай аударасыз, мына жағына қойсаңыз былай аударасыз. Екі түрлі жасамаймыз, бір түрін аударып қойып шығамыз. Енді осыны мен қазір түгелдей мына жеріме жабыстырып шығамын. Ал енді біз мен бәрін жабыстырып шықтым жерімен. Енді мына пышақты әрлейміз. Мына лентаны. Ол үшін былай істейміз. Оны айландырамыз. Келесін жартысынан алып отырамыз былайынан. Соңына келген кезде қайшымен кесемдағы мына жерінен ұстатады. Міне, мынаның бәрін ұстап орап шықтымдағы, соңынан желімді жауып жастырып қойдым. Келесі мынандай лентаны аламыздағы бір жасып қойдым.
Енді келесіде қазір жіппен айналысамыз. Қазір жіпті көрсетіп қалай қараймыз. Міне қараңыздар, жіптің басын екеуін біріктіріп байлап аламыз дағы, мынандай ілгішке іліп қоямыз. Жібімізден ақтан 3, қарадан 2. Мына екеуін екі жаққа қарай былай бұраймыз. Қараңыздар, былайнан бұраймыз. Ақты мына жаққа қарай, қараны керісінше мына жаққа қарай. Екеуін бұрап аламыз. Екеуін бұрайымдағы. Келесіде екеуін біріктіремдағы, бір жаққа қарай бұрайым. Қараңыз. Екеуін біріктіремді, бір жаққа қарай бұрайым. Мені ала жіп қыз балаға кейбір адамдар қызылмен ақты жасап жатады, ұл балаға көкпен ақты. Енді менің өзімнің ойым, ала жіп деген ол ала болу керек, қарамен ақ. Сондықтан қыз болса да мен осы қарамен ақты таңдадым. Мына осылай енді қайтын орап шығамыз. Осының біткеннен кейін тағы көрсетемін. Міне осымен біздің тәй-тәйіміз аяқталды.